Баршаңызға қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді болып шығатын, әрі жеңіл, ағзамызға пайдалы тағамның түрлерінің бірі болып табылатын горох сорпасын дайындап көрсететін боламын. Видеоны өткізбей, міндетті түрде соңына дейін қарап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Бірінші кезекте ыдысымызға етімізді салып, үстінен су құйып, мен 2,5 литрдай су құйып алдым. Бетін жауып қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін көбігін алып, бір 15 минуттан кейін бұршағымызды сала береміз. Өйткені бұршақ ұзақ пісетіндіктен бірге қайнатып аламыз. 1 сағат шамасында бұршақ пен етті қайнатамыз. Бетін жауып. Одан кейін осындай пиязымызды және де сәбізімізді жұқа етіп турап аламыз. Келесі кезекте сәбізімізді жұқа етіп турап аламыз. Не болмаса үкіштің үлкен көзімен өткізіп алсаңыздар да болады. Одан кейін табамызға кішкене ғана майды құйып, жаңағы пиязымыз бен сәбізімізді жақсылап қызарғанша қуырып алатын боламыз. Пиязымыз осылай жұмсарып, сәл қызарғаннан кейін үстіне сәбізімізді қосып бірге қуырып аламыз. Сәбізіміз бен пиязымыз бірге жақсылап қуырылғаннан кейін үстіне 1 шай қасық томат пастасын қосып, 1 минут шамасында қуырып, сорпамыздың үстіне салып, қайнатып аламыз. Одан кейін 3-4 картошкамызды осылай орташа етіп турап саламыз. Одан кейін 20 минуттай қайнатамыз картошкамыз піскенше. Міне біздің тамағымыз дайын болып қалды. Өте дәмді әрі пайдалы сорпалардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Балаларыңызға, отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріп жатсаңыздар, видеоның астына комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ас болсын.